Қарағанды қаласындағы Камали Дүйсенбеков көшесінде орналасқан 67-ші үйдің ауласы 40 жылға жуығы жөндеу көрмепті. Аула кең болғанымен балалар ойнайтын алаңның жағдайы адам шошырлықтай. Кеңестік кезеңде орнатылған ескі әткеншектер шіріп, балалардың өміріне қауіп төндіруде дейді тұрғындар. Темірмен жасалған ғой, баяғы уақытта темірмен жасалған. Енді олардың бәрі босап түсіп тұрады жерде бәрі. Кеска деген жоқ бұл жерде. Кеска деген өзіміз жасадық, дворға бәріне өзіміз ворка жасадық. Ал кеска деген вообще мінекей жоқ. Ақша алып жатыр. Жоқ, оны ешқандай не жасамайды, ворка жасамайды. Өзіміз жиналып үлкен кісілер бәріміз жинаймыз, тазалаймыз. Болды. Балалардың бәрі мінекей темір, баяғы совет уақытындағы темір, ешқандай не жоқ. Дворымыз балалар ойнайтын алаң керек бізге. Өйткені балалар ойнайтын түкте жоқ қой, бүкіл жағы көріп тұрсыздар ғой. Балалар ойнай алмайды, бүкіл жағы мусор болып жатыр. Тазалық керек балаларға. Сол алаң жасап берсеңіздер күшті болушы еді. Бұған дейін өтініш бір жерлерге айттыңыздар ма? Біз акимиятқа айтылды. Қолда қойып берді, осында бір кісі бар, сол қол қойып жүрген. Жыл сайын әкімдікке арызданудан шаршаған тұрғындар қалалық қоғамдық кеңес пен мәслихат хатшысына да арнайы жүгінген. Тұрғындар шағымнан кейін кездесуге келген халық қалаулысы Құдайберген Бексұлтанов аталған мәселені шешіп беруге уәде берді. Келесі жылға міне біз де қолдаймыз. Әкімнің жоспарында да бар, аудан әкімде, қала әкімде қолдайды. Ойлаймыз. Қаражат бөлеміз, қаржыны көреміз. Тиісті уақытында келісімшарт болғаннан кейін, мердігер ұтылғанда, қол қойғаннан кейін алып келіп, осы тұрғындармен таныстырып айтамыз, бақылаңыздар деп. Жарай ма? Мәселесі көп аула тұрғындарымен кездесуге Қазбек би аудан әкімнің орынбасары да келіпті. Әкімнің орынбасары айналшықтамай ауланың биыл жөнделмейтінін ашып айтты. Бірақ келер жылға жоспарға кіргізуге уәде берді. Арызданған өтініш келіп түскен болатын. Келесі жылдарға жоспарлаймыз. Қаражатқа қарасты көрдіңіз. Жоғандай кішігірім абаттандыру жүргізуге болады, жаңағыдай лавка орнату керек болса сондай. Ондай болады жүргізуге. Және де өту жолдарын ремонттау жоспарланған. Даулы мәселенің толық шешімі келер жылға қалды. Мәміле бойынша биыл тек ұсақ жөндеу жұмыстары жүргізіліп, орындықтар қойылады. Халық қалаулысы мен әкімшіліктің уәдесін алған тұрғындар тағы бір жыл күтуге дайынбыз. Тек айтқан сөз сол жерде қалмас екен дейді. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақалбеков, арнайы Life 09 үшін.